Саламатсыздар ма, кеш жарық. Мен Май ауданы Көктөбе ауылынанмын. Есім Арын Василь, қадыр қызымын. Рауанның сіңлісі болып келем, туған. Рауан әпкем болып келеді. Өзімді айта кетейін дегем, өзім 6 жасында өзіме қызылша шыққан. Сол қызылша 6 жасында ішке түсіп кеткен. Сол ішке түсіп кеткеннен міне әлі жазылмай жатыр. Қазір жасым 44-те, 3 балам бар, 3 немерем бар. Осылай міне Рауан әкеме осы дәріні белін ауыртып алғасын, белінен басалмай жүргесін осы дәріні әкеп, жантақ өнімін әкеп, содан біраз тәуір болып аяққа тұрғаннан кейін, маған қызым сен ішкөш, осыны может сәті түс қалар, осы сен емдеп қалар деп осы дәріні мен іштім. Ішкенде 3 күн іштім. 2 күнде маған бүгін міне ақын реакция бере бастады. Денем қышымай, обычно менде кешке таман жатар алдында уже денем бәрі қыши бастайтын. Ешкімге жұқпайды. Осылай самомучение дейді қой, орысша айтқанда. Солай ешкімге жұқпайды. Осылай міне енді осы жантақ өнімі сол сіздердің арқаларыңызда міне осылай міне жазылып кетеме деп ойым. Енді осыны енді сәті түссе, осы бір жағына міне бір көмегі Рауан апама, осылай міне әсел іш, осы жазылып жатыр, елдердің бәрі тәуір болып жатыр деп. Өзім инвалидпін сол енді осы аурумен. Өзі маған диффузный нейродерматит деген диагноз қойған. Енді білмеймін, енді Құдай сәті салса, ем шипасын берсін бәрлеріңізге. Маған да осыны алып ішіп жатырмын үзбей. Сау болыңыздар, осыны айтайыншы деп енді.